Сәлем достар, бүгін біз диабет тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Диабет бұл ең зұлым аурулардың бірі. Ол өмір сапасын бұзып қана қоймай, адамды мүгедек ете алады. Диабет тіндерге және барлық тамырларға деструктивті әсер етеді. Бұл аурудың ауыр формалары гангренаға және аяқ-қолдардың ампутациясына әкелуі мүмкін. Алайда аурулар өздігінен пайда болмайды. Олардың пайда болуы бейім факторлардың кешенін талап етеді. Диабеттің даму процестерін түсіну ауруды уақытылы тануға көмектеседі, ал кейбір жағдайларда оның алдын алады. Диабеттің типтеріне байланысты екі негізгі типі қарастырылады. Бірінші типі бұл инсулинге тәуелді және екінші типі бұл жүре пайда болған немесе инсулинге тәуелді емес. Бірінші типті қант диабеті ұйқы безімен инсулин гормонын өндірудің болмауына байланысты дамиды. Бірінші типті қант диабеті генетикалық бейімділікке байланысты дамиды. Егер ауру тек әкеде болса, онда балада даму қаупі төмен, 3-7%. Ал егер анасында болса, балаға берілу қаупі 10%-дан аспайды. Екі ата-анада да болу бұл аурудың балаларға берілу қаупін 70%-ға дейін арттырады. Екінші типті қант диабетіні 80%-ық ықтималдылықпен мұраға қалады. Тіпті егер ауру тек бір ата-анадан анықталса да. Бұрын жүре пайда болған қант диабеті ересектерде жиі дамитын. Бүгінгі таңда бұл ауру балаларда диагноз қойылған жағдайлар көбейіп келеді. Қант диабетінің дамуына әсер ететін факторлар. Бұлар артық салмақ және семіздік, эндокриндік бездердің аурулары, өткен вирустық инфекциялар, жиі күйзеліске шалдығу, дәрі-дәрмектерді жиі қабылдау, аз қозғалысты өмір салты. Қант диабетінің симптомдары. Бірінші типті қант диабеті әдетте балалық шақта немесе жасөспірім кезінде көрінеді. Бұл жағдайда аурудың белгілері бірнеше күн ішінде пайда болады. Инсулинге тәуелді қант диабетімен адам диабеттік комаға түсуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдай шұғыл госпитализацияны қажет етеді. Екінші типті диабет ұзақ уақыт бойы өсім көрсетпейді. Не алаңдату керек? Тұрақты шөлдеу, жиі зәр шығару, әлсіздік, шаршау, көру және есте сақтау қабілетінің нашарлауы, тұрақты аштық сезімі, салмақ мәселелері, жаралар мен жаралық кесулерден кейінгі баяу жазылулар, тері инфекциясы, құрғақ тері, аяқтардың үйіп қалуы. Қант диабетіне күдік туындаған кезде кімге хабарласуға болады? Эндокринолог бұл диабетті диагностикалауға көмектеседі. Сонымен қатар, ертерек дұрыс диагноз қойылса, ауруды жеңу оңайырақ болады. Әдетте, бір қатар тексерулерден өту керек. Қант құрамына зәр анализін тапсыру, глюкоза концентрациясына арналған арнайы қант тексерістерінен өту және тағы басқалары. Инсулинге тәуелді қант диабеті кезінде қандағы глюкоза деңгейін үнемі бақылау қажет болады. Арнайы тесттер мен глюкометрлер мұны үйде еш қиындықсыз жасауға мүмкіндік береді. Бірінші типті диабет кезінде үнемі инсулинді инъекциялар енгізуге тура келеді. Сонымен қатар, диабеттің бұл типі диета, қандағы қантты төмендететін дәрілер, сондай-ақ физикалық белсенділік арқылы түзетіледі. Қант диабетінен қалай сақтануға болады? Бұл зұлым аурудың пайда болуына жол бермес үшін диагноз қойылғанға дейін үнемі профилактика жүргізу өте маңызды. Қажетті іс-шаралар. Бірінші, белсенді өмір салтын жүргізіп салмақты бақылау қажет. Бұл серуендеу, гимнастикалық жаттығулар, жүзу, велосипед тебу, конькимен сырғанау болуы мүмкін. Кез келген белсенді іс-шаралар жарайды. Диабет семіздікке тікелей байланысты. Кез келген физикалық белсенділік қандағы қанттың төмендеуіне ықпал етеді және инсулинге деген қажеттілікті азайтады. Екінші, дұрыс тамақтану қажет. Ішектің жұмысын қалыпқа келтіретін және холестеринді төмендететін тағам талшықтарының көп мөлшері бар өнімдерді ішіңіз. Мұндай өнімдерге барлық жемістер мен көкөністер, бұршақ дақылдары, сүт өнімдері, жаңғақтар және басқалары кіреді. Ұн өнімдерін, тәттілерді, макарондарды тұтынуды азайтыңыз. Тек тұтас дәнді нан жеңіз. Үшінші, ұйқыңызды қандыру қажет. Демалған ағзаға глюкозаның көп мөлшері қажет болмайды. Сондықтан диабеттің алдын алу үшін жеткілікті ұйқы қажет. Төртінші, темекі шекпеңіз және стресстен аулақ болыңыз.
стресс, темекі шегу ағзаның қант диабетіне төзбеушілігін төмендетеді және қант диабетінің себептерінің бірі болып табылады. 5. Егер сіз 40 жастан асқан болсаңыз, қандағы глюкоза деңгейін бақылаңыз. Қантқа талдау жасау, әсіресе толықтыққа бейім және отырықшы өмір салтын ұстанатындар үшін қажет.